парсы шығанағындағы мінекей араб жазирасының шығыс нүктесінде орналасқан кішігірім аралдарды қамтыған үлкен ел. Бұл елдің басшысы Мунзир ибн Сауа деген кісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Бахрейннің патшасына атақты әулие сахаба Аля ибн ал-Хадрами радиаллаху анхуды таңдайды. Әулие сахаба деп айтып жатырмын. Неге? Өйткені бұл кісінің өмірде жасаған караматтар өте көп екен. Тірі кезінде жасаған караматтар бар. Білеміз, пайғамбарларда не бар? Мұғжиза бар, Ал пайғамбарлардан кейінгі адамдардың тобында карамат деген нәрсе болады. Ол әулиелердің көрсететін караматы. Мұғжизадан төмен болады. Бұлардың барлығы мұғжиза, карамат деген нәрселер физикалық нәрселерге қарама-қайшы жұмыс істейтін нәрселер. Алла тағала құдси хадисте айтады: егер де қандай да бір пендем маған қарай жақындайтын болса, мен оған қарай жүгірем дейді Алла тағала айтады. Тіпті жаңа хадис қысқаша айтайын, тіпті оның мен соңында несі болам дейді? Көретін көзі, естейтін құлағы, ұстайтын қолы, жүретін аяғы болып қалам дейді Алла тағала айтады. Сондай қатты жақындаймын пендеме дейді. Міне бүкіл дене мүшесіне айналып қалам дейді. Яғни оның кейбір қолы жетпесе де ойы жеткен нәрселерді істейтіндей не істеймін дейді, дәрежеде болам дейді Алла тағала. Міне сондай керемет ұлы тұлға Ал-Ала ибн ал-Хадрамиді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Бахрейннің елшісіне, Бахрейннің әкіміне хатпен жібереді. Алла тағаланың жәрдемімен бұл кісі исламды қабылдайды. Жаңағы Мунзир ибн Сауа бар ғой, Бахрейннің басшысы. Қараңыздар, алғашқылардың бірі, Нәжашиден кейін қабылдап тұрған кісі осы екен. Нәжаши білеміз, Эфиопияның патшасы, баяғыда жазып екен. Содан кейін исламды қабылдап тұрған екінші адам басшылардың осы Мунзир ибн Сауа деген кісі екен. Сол керемет қылып күтіп алады, Аля ибн ал-Хадрами деген сахабаны керемет қылып қонақ қылады. Және оған исламды қабылдағандығы жайында айтады. Онымен бірге қауымының 70-80% исламды қабылдайды екен, Бахрейн халқы. Осы кісіге жіберген жаңағы елші бар ғой, біз енді барынша қатты жіберген елшілерге тоқталамыз. Басқа кітаптардың бәрін ақтарып қарадық. Не айтқан бұл кісі туралы ғалымдар, қандай нелер бар деп. Сөйтсек, бұл кісі жаңа әулие деп сөздің басында айттым, сахабалардың ішінде тілеген тілегі бар ғой, бірден көп уақыт алмай бірден қабыл болатын кісі екен, сондай берекелі кісі екен. Өйткені бұл кісі Алла тағаланың бір есім сипаттарын айтады екен да, бір есім сипаттарын айтып дұға қылады екен. Сонда дұға бірден қабыл болып кетеді екен. Алла тағала Құран кәрімде айтады, Алланың көркем есім сипаттары бар дейді. Солармен не? Алланы шақырыңдар дейді. Яғни Алланы жәрдемге шақырып дұға тілеңдер, Алла тағала қабыл етеді. Сол көркем есім сипаттарды енді әр кітапта әр түрлі айтқан ғалымдар ше. Ол кісі мынадай есім сипаттарымен дұға қылатын болған дейді. Бір кітапта ол кісі мынадай есім сипаттарымен, енді ортақ ештеңе жоқ. Өзі және Алла біледі деп айтайық. Бір есім сипаттарды айтады екен, Алла тағала ана кісінің дұғасын қайтармайды деген жаңағы кісінің бар ғой. Жалпы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи сүннеті негізінде Алла тағаланың есім сипаттарын ортаға қойып дұға қылу керек. Я Алла, я Ханнан, я Джаббар, я Маннан, я Азим, я Али. Осы ұлы сипаттарының барлығын Алланың ортаға қойып дұға қылу керек негізінде. Сол дұғаларынан енді бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынау өмірінің соңғы жылдарында, осыдан бір 2 жыл 3 жыл өткеннен кейін Мунзир ибн Сауа биліктен кететін болған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жерге жаңа хатты жіберген Аля ибн Хадрами бар ғой, біз әулие сахабамыз жаңа. Соны сол жаққа басшы етіп тағайындап жіберді. Қасына Абу Хурайра, кешегі исламды қабылдаған Абу Хурайра деген сахаба бар ғой, радиаллаху анху, ең көп хадис риуаят еткен. Сол кісіні қасына жаңа оң қол етіп жібереді. Екеуі Бахрейнге қарай кетеді. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: мен ол кісінің бойынан керемет бір ғажап 3 нәрсені көрдім дейді. Мен өзім әлі күнге дейін таң қаламын дейді. Соның ең біріншісі дейді, бізді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан хат хабар келгеннен кейін, жаңағы ол кісі дүниеден өткеннен кейін Абу Бәкірдің заманы келген кезде Парсы империясына қарсы шайқас басталды дейді да. Парсы империясы мына жақтың бары, қазіргі Иран ғой енді. Сонда біз пәленбай 1000 әскермен дейді теңіздің жағасына келдік дейді, бірақ бізде кеме болған жоқ дейді ол кезде. Абу Хурайра айтып отыр оқиғаны. Сөйттік те бір кезде жаңағы Аля ибн ал-Хадрами
қолдарын көкке қарай жайды да дұға қылды дейді ғой. Сонда айтты дейді, я Али, я Азим, я Халим деп айтты дейді. Біз сенің жолыңда келіп тұрық дейді. Бізде көлік жоқ, біз мына теңізден өтуіміз керек деп айтты дейді. Жаңағы сахаба ше. Сөйтті де өзі бастап атпен өтіп кетті дейді теңіздің үстінде. Ана теңіздің үстінде аттың тұяғы теңізге батпайды дейді, парсы жағанағының теңіз. Дәрин деген қала бар дейді, ар жағында, Иран жақта. Олар бізде жаңағы кемелерін қарап қойып, біз кеме көрінбегеннен біз келмейді деп отырған олар дейді. Біз түннің ішінде кіріп бардық дейді. Олар сауық сайран құрып жатқан кезде. Сонда бүкіл сахабалар менен жаңа табиғиндар дейді. Арттарына қарамастан Аляның артынан жүріп отырды дейді теңіздің үстінде. Бірде біреуінің түйесі де жаңағы жылқысының да тұяғы парсы шығанағындағы теңізге батқан жоқ дейді. Ана қараңыздар. Теңіздің үстін 3 күн 3 түндік кеменің жолын дейді, 1 күн 1 түнде өтіп кеттік дейді. Бұл кәдімгі риуаят, сахих риуаят, сенімді риуаят кәдімгі. Мінеке әулие, жаңа әулие деп атқан. Теңіздің үстін физикалық неге қайшы ма? Қайшы, караматтар физикалық құбылыстарға қайшы болады. Сондықтан карамат болады. Көрдіңіз ба? Парсы шығанағында теңізді басып өтіп, Дәрин қаласына жеттік те құлаттық дейді ғой. Сол жерде мешіт салды дейді жаңа кісі. Аля ибн Хадрами бар ғой жаңа сахаба, Парсы жерінде тұңғыш мешіт салған кісі екен. Одан кейін дейді, мен оның екінші караматын тағы бір жорықта көрдім дейді. Біз жаңағы пәленбай мың әскер болып шықтық дейді. Сонымен бір шөлдің ортасына кіріп кеттік дейді, жаңағы кел жатыр. Сонда сахаба жаңағы әскердегі адамдардың барлығы шөлден құлады дейді ғой. Тарс шөлден құлап жатыр дейді барлығы. Бір кезде жаңағы Аля ибн Хадрами сахаба тұрды да тағы дұға қылды дейді ғой. Бірдеңелерді көбірлеп дұға қылды дейді. Абу Хурайра айтып жатыр оқиғаны. Радиаллаху анху. Сонда бір кезде дейді, айналамыздан қарама-қарсы тараптардан жаңа жерден тарсылдап атылып, бұлақтар атылып шықты дейді, мұздай салқын сулармен ше. Әскердің барлығы ішті дейді, олардың аттары да ішті дейді, жаңа жылқыларды. Сөйтіп барлығымыз есіміз жинап алғаннан кейін жорыққа аттанып кеттік дейді. Ішіміздегі біреудің сақинасы түсіп қалған екен дейді. Қолында қымбат сақинасы. Сөйтіп айналып келіп, аз уақыттан кейін, көп уақыт өткен жоқ әлі, айналып келіп сақинасын алуға, жүгін алуға келсе дейді, жаңа атқылап атқан сулар жоқ дейді. Бітеліп қалған дейді барлығы. Сонда жаңа кісі үшін ғана атылып шыққан екен су бар ғой. Үшінші оның көрген нәрсем дейді, Аля ибн Хадрамиден. Ол кісіні Омар радиаллаху анхудың заманында қайтадан Басраға, мынау Парсы империясы дегеннің оңтүстік кішкентай астыңғы жағында Басра деген қала бар. Куфа, Басра деген Ирактың қалалары. Сол Басраға әкім қылып тағайындады дейді Омар радиаллаху анху. Соны Абу Хурайра айтады, біз кетіп бара жатырық дейді Басраға қарай. Лай шөлмен кіріп кетіп бара жатады. Бір кезде жолда Аля ибн Хадрами ауырды дейді. Ауырды да сонымен сол ауруынан көз жұмды. Бізде бір жұтым су жоқ дейді ана жерде. Су түгіл дейді. Өзі жаңағы оны ғұсыл алдыратын су деген ғой. Енді адам мәйіт өлген кезде ғұсыл алдырмай ма? Соны жуындыратын су жоқ дейді. Ол түгіл біз ішетін су да жоқ дейді. Абу Хурайрадан. Бірақ Алланың құдіреті дейді. Айналада шақырайып тұрған күн дейді. Дереу бұлттың арасына кіріп кетті дейді ғой жаңағы. Дереу бұлт жиналды дейді жаңағы кісі өлген кезде ше. Жаңағы бұлт нөсерлетіп жаңбыр құйды дейді. Біздің қолымызда күрек те жоқ еді дейді. Алла тағала бізді сумен жаңағы шомылдыруды нәсіп етті дейді кімді? Аляның мәйітін. Ғұсыл алдық, жаңбырдың суымен ғұсыл алдырттық дейді. Сөйтіп ғұсыл алдырып болам дегенше жерді Алла жұмсартып қойған дейді ғой жаңағы. Қылышпен жерді қаздық дейді Абу Хурайра. Күрек емес. Қылышпен жерді қаздық, сөйтіп Аля ибн Хадрамиді Басраның жолында жерледік дейді. Радиаллаху анху. Мінекей осындай керемет бір әулие сахаба болған екен. Сол кісіні таңдаған екен пайғамбар Бахрейн жеріне. Қысқаша